Құрметті жас ұрпақ, біз тәуелсіздік алғаннан кейін құқықтық мемлекет құруды басты мақсат ретінде айқындадық. Осы бағытта 1995 жылы қабылданған Қазақстан Республикасының Конституциясы заң үстемдігін және азаматтардың құқықтарын қорғауды қамтамасыз етті. Әкімшілік құқықтық нормалар осы жүйенің маңызды бөлігіне айналды. Олар қоғамдағы тәртіпті сақтап, мемлекеттік басқарудың тиімділігін қамтамасыз етеді. 2001 жылы алғаш рет әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс қабылданып, бұл саладағы құқықтық қатынастар нақты реттеле бастады. Кейін заман талабына сай бұл заң жетілдіріліп, 2014 жылы жаңа редакцияда қабылданды және 2015 жылдан бастап күшіне енді. Бұл өзгерістер қоғамдағы тәртіпті нығайтуға және құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталды. Әкімшілік құқықтық нормалар бұл жай ғана ережелер жиынтығы емес, бұл қоғам тұрақтылығының негізі. Олар әр азаматтың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, мемлекет пен халық арасындағы байланысты реттейді.